Осман ибн Аффан радиаллаху анху, сол кісі иза вақафа аля қабрин дейді. Егер де бір қабірдің басында тұрып қалса дейді, адам жерлеп, сөйтіп қабірдің басында тұрса, фаябки, жылап жіберетін дейді қабірдің басында бірден. Жылап жіберетін хатта ябулла лихиятаху, сақалы суланып кететін дейді. Сонда қасындағы адамдар айтады: вақиля лаху таскурул жанна ван нар ва ла табки ва табки мин хаза. Осман, сіз жәннат пен тозақ айтылған кезде бұлай жыламайсыз, ал қабірдің басында тұрғанда жылап жібересіз, неге? Сонда ол кісі айтады: инна расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам, сөзсіз Аллах тағаланың елшісі, сөзсіз Аллах тағаланың елшісі дейді. Қола, бұлай деп айтқан дейді. Әл-қабру, расында қабір әуәлу мәнзіл, ең әуелгі баспалдақ. Min manazilil ахира, ақыретке баратқан баспалдақтардың дейді. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu. Егер де осы алғашқы баспалдақтан құтылса дейді ол, одан кейінгі баспалдақтар жеңіл болады дейді. Егер де алғашқысынан құтыламай қалса дейді, одан кейінгілер ауыр болады дейді. Wa ana sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, тағы да пайғамбарымыздан естіген сөзім дейді. Ол кісі айтқан дейді: ма раайту манзаран қат илля вал қабру афзағу минху. Мен дейді көрген үрейлі нәрселердің ішіндегі көріністерді, үрейлі көріністерді көрсеткен дейді Алла Тағала маған. Солардың ішіндегі ең қорқыныштысы қабір деген қабір. Құрметті бауырлар, соқтан қабірге кірген кезде пайғамбарымыз салсам иза дуфина, жаңа бір кісі жерленген болса, вақафа алейхи, сол қабірдің басында тұрып сахабаларға айтады екен: фақулу истағфиру ли ахикум, дәл қазір сендер мына бауырларың үшін астағфирулла деп сұраңдар дейді. Кешірім сұраңдар дейді. Алла, кешіре көрші бұны, кешіре көрші бұны, кешіре көрші бұны, кешіре көрші бұны дегендей. Сосын васалу лаху таспита, Алла Тағаланың бекемдеуін сұраңдар дейді оған. Жаңағы аяттағы нәрсе керек қой бізге. Алла Тағала бекемдейді иман келтіргендерді, бұл дүниеде де ақыретте де деп. Соны сұраңдар. Иннаху әл-ана юссал дейді. Пайғамбарымыз сасым айтып отыр. Дәл қазір мына бауырларың сұралып жатыр дейді. Міне, біздің кез келгеніміз осы күнге бара жатырмыз да. Біз бір-бірімізге керекпіз да. Біздің бір-бірімізге деген көз жасымыз, адал достығымыз Алланың жолындағы ла иляха иллаллахқа байланған бұл нәрселер өте керек.